Жақында әлеуметтік желі мен қазақстандық медиада Нұрсұлтан Назарбаев атындағы әуежайдың Парижде үздік деп танылды деген ақпарат жиі тарады. Ақпарат қаншалықты рас, бірге тексерейік. Жалпы, ақпаратты шындыққа жақын деуге болады. Бірақ, мұндағы ең басты мәселе Қазақстанның медиаларының кликбейт тақырып қойып, ақпаратты бұрмалауында. Дәл осы себептен бұл ақпарат манипуляция. Енді рейтингке келсек. Назарбаевтың есімі берілген Астанадағы халықаралық әуежай Парижде өткен World Airport Awards'та орталық Азия мен ТМД елдері арасында үздік өңірлік әуежай атанды. Алғашқы ондықта Қазақстан астанасынан бөлек Алматы қаласы да бар. Бір қызығы осындай ұқсас марапат Баку әуежайына да берілді. Енді соған тоқталайық. Бір қызығы World Airport Awards'та орталық Азия мен ТМД-дағы үздік әуежайлар жайлы бөлек рейтинг бар. Мұнда Бакудегі Гейдар Алиев атындағы халықаралық әуежай бірінші орында. Жалпы Гейдар Алиев әуежайы 3 номинация бойынша үздік атанды. Олар орталық Азия мен ТМД-дағы үздік әуежай, үздік әуежай персоналы және үздік таза әуежай. Барлық рейтингде Нұрсұлтан мен Алматы 2-ші және 3-ші орында тұр. Құрметті көрермен, каналға міндетті түрде жазылыңыздар және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.